өте қиын өмір түсірдім, былайша айтқандай. Еще рано женился. 40 мың теңгеден бастадым бизнесімді. Мен примерно бір 8 айдай үйге ақша алып келген жоқпын. Если я нахожусь в каком-то определенном жизненном тупике, я иду за книгой. Бизнес тек қана командамен бірге. Бір өзің ешқашан бизнес істей алмайсың. Ассалаумағалейкум. Бүгін қарапайым экономика деп аталатын бағдарламамыздың келесі санын бастаймыз. Бүгін бізде университетімізде қонақта Азия сервис компаниялар тобының басшысы және құраушысы Михаил Вячеславұлы Кан мырза келіп отыр. Михаил Вячеславұлы, университетімізге келгеніңізге көп-көп рахмет. Уақыт тауып осындай қауырт жұмыстардың арасында. Ал енді бүгінгі жалпы таныстырып өтейін. Азия сервис компанияларының негізгі қызметі қазіргі өмірде қоғамға ақпараттық технологияларды енгізу болып табылады. Жалпы қоғамдық өмірге ақпараттық технологияларды енгізу бойынша Азия сервис компаниялар тобы Қазақстанда жетекші ойыншылардың бірі болып табылады. Ал енді бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы экономикалық өмірге ақпараттық технологияларды енгізу мәселелері деп аталады. Енді Михаил Вячеславұлы, бүгінгі сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңіз бұл жұмысты қалай бастадыңыз, қандай қазір қызметтесіз, осы туралы бір бастап өзіңіз айтып өтсеңіз қысқаша. Рахмет. Саламатсыздар ма? Шымкент университет білім алушылар. Мен есімім Кан Михаил. Кішкене өзім туралы айтып өтейін. Өзім ұлтығым кореец. Мен Куатбек Мұхтарбекович. Сәл орысша, қазақша араластырам. Негізі қазақша сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Егер, как говорится, слов если не подберу, орысша айтып өтемін. Мен 2009 жылда 2008-де университет бітіріп, 2009-да ИП аштым. Бастамасы қалай болды? Получается, в 2015 году мен 10 класста школьником был, шешем қайтыс болды. Жили очень трудно. И закончив школу, мы, получается, закончив школу, я поступил в университет технологический. Мне помогли, на тот момент партия отан была. Получается, государство меня выучило. Мен жетім ретінде бағдарлама болған. Әкем басқа шетелде болды сол кезде. Ол білмеген, получается, то, что шешем қайтыс болып кеткен. И мне государство помогло получить высшее образование. Я очень благодарен нашему государству за то, что выучили меня. И, получается, окончив университет в 2008 году, у меня встал выбор работать, получается, по профессии. Оканчивал профессию я переработка нефти и газа. Шымкент тех университетінің? По переработке газа. По переработке газа. 2008-де, получается, мен неге конкурсқа қатысамын. Қызылорда жақта Инкай деген компания бар. Сол жерде қатысып өтемін. Одан кейін Шымкентке, үйге қайтып келген соң, үйдегілермен ақылдасып, денсаулыққа зиян деп, мен сол жерге бармадым жұмыс істеуге. Одан кейін тоже получается 2009 год, устроился в компанию ЛПГаз. Бұл компания неде Ақсукентте, Беловодта өте алыс. Тағы түнде жұмыс істедім, охранник болып. Өте қиын өмір түсірдім, былайша айтқандай. Еще рано женился. Это получается в 2006 году я женился, у меня супруга Алия.
На сегодняшний день воспитываю 4 детей. 2 ұлым бар, 2 қызым бар. Өте жақсы. Иә. Сонымен студент кезінде не болды менде бір компьютер. Pentium 3 на тот момент еще был. Я им очень сильно увлекался. И что умел делать, это устанавливать Windows, антивирус. И пришла идея в голову открыть компанию. И 2009-да 15 августта мен компания аштым. ИПКан. Я сол кезден бастап мен осы бүгінге дейін, получается, осы бизнесті жүргізіп келе жатырмын. Сол кезде қасымда достарым болды. Достарыммен бірге осы компанияны ашып, өсіріп, өндіріп келе жатырмыз әлі де. Сол жолдас балдармен әлі де араласамын. Әдемі. Рахмет. Мына көпшіліктің алдында мен де сізге рахмет айтып қояйын. Сондай қиыншылықтан жігеріңіздің мықтылығының арқасында жеңіп, үлкен қазір компанияның басшысы, құраушысы болып отырсыз. Оған әлі жетістік сізге, іс-әрекетіңізге сәттілік тілейміз. Ал енді мына жерде отырған студенттер, университет қабырғасында болғандықтан студенттерді әтеге мына экономика, қаржы, есеп аудит, мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарынан студенттерді жинап отырмыз. Сіздің алдыңызда өнеге болсын сіздің өміріңіз, және бұларда келешек жақсы мамандар, бизнес құраушы, жүргізуші мамандар болып шығу үшін сізді таныстыру мақсатымыз осы еді. Қандай тірлікте жүріп жатыр, жаңағы экономикалық өмірде қандай ақпараттық технологиялар еніп жатыр. Сол бойынша қазір енді мына студенттердің өздеріне сұрақ берейік, өздерінің сұрақтарын қойып, қызықты сұрақтарын сізге қойып отырса. Әрине. Ал сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Өз бизнесіңіздің идеясы қалай пайда болды? Мен сол бірінші курста оқып студент кезінде не алдым. Өзіме бір бушн компьютер сатып алғанбыз. Pentium 3 сол кезде. Ол кездерде енді дамып келе жатқан еді сол кезде компьютер технологиялар. И сол кезден бастап мен қызыға бастадым. Антивирус қоюға, программа орнатуға, Windows, әртүрлі там программалар басқа. Одан кейін университет бітірген соң мен жұмыс таппадым, шын айтқандай. Өзім мамандығыммен іздеп таппадым. Барлық жерде не сұрады? Стаж работы, опыт работы. Одан кейін мен бір жерде жұмыс істеп, ол компанияны айтпай қойын аты, мен алдап кеткен. Мен 2 айдай жұмыс істеп, бір басында айлық бір обещать еткен еді, ең соңында маған 2 айдың ішінде оны даже жартысын бермеді. И өте қапа болдым. Одан кейін ИП ашқаннан кейін уәде бердім өзіме. То, что мен бір үлкен команда жинаймын, компанияны дамытамын. Сол и неден бастадым? Компьютер жөндеу, оргтехника жөндеу, картридж заправка, толтыру, барабан ауыстыру. Сол енді студент өмірге қажетті. Өмірге қажетті. Содан бастадық. Идеям солай келді. Одан кейін қалай айтсам болады оны. Ерте үйленгеннен кейін ты хочешь, не хочешь, должен зарабатывать. Я еще рано папой стал, получается, в 23 года, в 22-23 года я отцом стал своего сына. И когда ты рано женишься, получается, тұрмысқа шыққан соң, ерте, сен обязан обеспечить семью. И в этот момент я думаю, что в тебе просыпается такое вдохновление, то, что ты готов покорить все ради своей семьи. Солай. Рахмет. Сұрақтарыңыз тағы да? Стартапыңызға қаржыны қайдан алдыңыз? Ол өте қызық болды. Себебі бізде де, Михаил Вячеславович, бізде де мына студенттерге сондай талап қояды. Стартаптар істеңдер, әр мамандықтар бойынша. Сондықтан жаңа қойып жатқан сұрағы өте орынды. Стартапты қалай, қаржы Мен көп осы сұрақ қояды.
көп мысалы көп қалай бастадың деп сұрайды. Ол кезде шын айтқанда үйге келсем, мен жаңа айттым ғой, то что бір жерден жұмыс істеп өте қапа болып, үйге келсем, үйдің ақшасын санап, бізде там бір 80 мың теңге еді, по-моему, копилкада. Біз бұрын копилкада жинайтын едік. Сол копилканы ашып, оның ішінде 40 мың теңге алдым. Оның есімде 5 мың теңгеге мен не істедім? Печать. 25 мың теңгеге аппарат сатып алдым кассовый. Одан кейін 5 мың теңге налоговый кетті. И содан бастағанбыз. 40 мың теңгеден бастадым бизнесімді. Мен офисім машина еді сол кезде. Менде бір ескі, бір Волга Бартон. Сол Волга и офис болды, и соның ішінде тірлігім жүргіздім дейсіз ғой. И мастерская болды, соның ішінде бәрін жүргіздім, машинаның ішінде. Өз қаржыңызбен тағы да? Өз қаржы. Қазір, көбінесе сенбейді қазір қалай он 40 мың теңгеден қазір бизнес бастауға мүмкін емес дейді. Бірақ егер желание бар болса, мүмкін екен. Мен де сіздер сияқты студент кезінде ойлайтын бір кісілерге қарайым, қымбат машинамен өтіп кетеді, жақсы үйде тұрады. Бұл дүниеге қалай жетті? Наверное, много работал деп андай ойымызға даже келмейді. Біздің студенттер или қазіргі адамдар қалай ойлайды? Көмек болса ғана. Көмек болса ғана. Іс жүргізуге болады. Я на своем опыте сіздерге айтайын, мүмкіндік бар, желание болу керек. Желание бар болса, одан кейін команда, қасыңыздағы достарыңыз, семейный поддержка болса, ол өте керемет. С какими трудностями вы столкнулись при создании компании? Мен енді 23 жаста бизнес ашқан соң, негізі бизнес туралы ешнәрсе түсінбейсің, ешнәрсе білмейсің. Біріншіден мен вообще технологический университет бітіргеннен кейін технологический маман болды. Бизнес туралы маған ешкім айтқан емес, просто аштым. Айтудың өзі қаржы тұрады. Иә. Біреуден кеңес алу. Қиыншылықтар болды, өте көп болды. Біріншіден ақша жағынан мен примерно бір 8 айдай үйге ақша алып келген жоқпын. Бір тапқан ақшаны мен командаға бердім. Қайтып ақша неге инвестиция жасадым. Тапқан ақшамды қайтып сол фирмаға инвестиция жасадым. Машина алдық, компьютерный техника алдық, оргтехника, мебель. Одан кейін не болды? Аренда офиса болды. И бірінші 6 ай мен күн сайын ойладым, осы компанияны жабам деп. Потому что қарыздарым көбейіп кетті. Одан кейін айлық жағынан біз бере алмадық вовремя. Сондай қиыншылықтар болды. Одан кейін налог жағынан, мысалы, не болмады менде, хабар болды, қалай, білім болмады. Білім болмағаннан кейін мен сондай қиыншылықтар. Одан кейін, как я справился с этим? Айтып өтейін сразу. Мен кітапты оқып бастадым, именно деловую литературу. Я всем очень советую, есть такая книга. Автор этой книги Ицхак Адизес. Книга называется «Жизненный цикл корпораций». Всем начинающим бизнесменам вот я советую, и не только начинающим бизнесменам, те, которые в тупике, я советую читать эту книгу. И постоянно сам прибегаю к тому, что если я нахожусь в каком-то определенном жизненном тупике, я иду за книгой. Я открываю ее и нахожу определенно всегда ответы. Үйренетін нәрсе өте көп. Тағы сұрақтарыңыз? Ұйымның мақсаттары қандай? Және оларға бағдарламалық жасақтаманы енгізу арқылы қалай
қалай қол жеткізуге болады? Ұйымның мақсаттары, енді мақсаттарымыз өте көп. Енді лично қазір бұрын 2000 наверное 16-17 жылға дейін мен бүкіл компаниямен басқарған мен ғана. Одан кейін 2018 жылдан бастап мен өзім командама сене бастадым біріншіден. Одан кейін тапсырдым. 1-2 направление тапсырдық, үлкен направленияларды. И сол кезден бастап компания өсе бастады, мен байқадым. И біздің мақсаттарымыз қазіргі таңда ол 1000 адамға жеткізу, именно рабочий места. Біздің қазіргі таңда біздің қолымызда 650 адам істеп жатыр в группе компании. Личный состав 650 адамдай бар. Құдай қаласа мен сіздерге бір не өткізем. Бір кездесу болады. Кездесу болады, мен шақырам сіздерді. И нақты сол кезде мамандықтарыңыз бойынша сұрақтар қойып, қалай дамуға болады, практикаға қалай баруға болады, бәрін сол кезде кездесуде онда тағы бір кездесеміз. Одан кейін мақсаттарымыз, любое бізде направление ашқаннан кейін, әрқашанда біз мақсат андай қоямыз, быть лучшим на рынке. И әрқашанда компанияны өсіру, өндіру. Номер 1 рынокта, нарықта болу. Сенімді командам бар дейсіз ғой? Бұл бизнес тек қана командамен бірге. Бір өзің ешқашан бизнес істей алмайсың. Ондай неге жетуге өте қиын болады. Неге? Жетістікке. Компания Қазақстан Республикасының цифрлану бағдарламасы бөлігі ретінде қандай өнімдерді әзірледі? Біз негізі 2009 жылдан бастап не алдым? Франшиза. 1С бағдарлама бар. Білесіздер, 1С бағдарламаны. Мен 2009-да алдым франшиза. Сол 2016-ға дейін біз сол типовой продукт деген болады, который неге арналған. Именно мысалы университетке, аптекаға, ломбард, кейбір программалар болады, ТО-ға, ИП, ол типовой решение деп аталады. 2016 жылда біз с нуля құрастырып шығардық программаны. 2 программамыз бар, бағдарламамыз. Мен қазір кішкене айтып өтем. Бірінші сол 2016-та шығарған программа мекеме деп аталады. Ол бюджетное планирование и планы финансирования деген. Ол бір программа. Не программа, не істейді ол программа. Мысалы, бізде Шымкент қаласының бюджеті бар. Білесіздер, бюджетный заявка, мысалы, сіздер экономисттер, финансисттер. Өтті барлығы. Өтті. Бюджетная заявка и планы финансирования, его исполнение біздің программаның ішінде жасайды. Шымкент қала, жарты республика. Бізде республика, Қазақстан республика бойынша 12 филиалымыз бар. Сол 12 филиалымызда, 12 регионда, әр регион біздің программада бюджет жоспарлайды, одан кейін қаржыландырады. Қаржыландырады. Одан кейін екінші программа ол бухгалтерлік, учет, есеп, қисап. Жүргізу. Ол да біз нөлден бастап жазып бітірдік. Одан кейін ол 2 үлкен проектіміз. Сол проектлерімізде примерно 250 адам жұмыс жасап жатыр. Былтыр біз Генеральный прокуратураға 2 үлкен проект тапсырып бердік. Бірінші проект ол именно связанный с наркопреступностью, который помогает сократить наркотрафик. Именно, вот, білесіздер, есть закладчики,
интернет-магазины, телеграм-каналы, где продают вот такие психотропные вещества. Мы боремся с такими каналами, чтобы их не было, чтобы их меньше было. И второй проект, который мы сделали, это проект CryptoTrace, который борется с интернет-мошенничеством. Он останавливает вывод средств именно граждан Республики Казахстан. Благодаря этим проектам мы на сегодняшний день остановили очень много таких преступлений. Цифрлық экономика бойынша көрдіңіздер ме? Ол жалпы Қазақстанда қазір 3 мегаполистен басқа 17 аймақ бар. 17 аймақтың 12 аймағында бюджетті қалай қалыптастыру керек, қаржылық жоспарды қалай істеу керек, үлкен тірліктер істелініп жатыр екен, ақпараттық технологиялар көмегімен. Өңкей жаңа айтып жатыр, қылмыстың жолын қалай алдын алу керек, жаңа наркотрафик жолдарын қалай тоқтатуға болады, бұғаулауға болады. Осының бәріне үлкен көмектер жүргізіп жатыр екен. Міне Цифровизация арқылы цифрландыру. көп нені тоқтатуға болады. Былтыр емес, 2 жыл бұрын біз білім саласында өте көп не болды? Коррупционных моментов болды. Біз сол через цифровизацию занимались минимизацией коррупционных рисков. Цифровизация арқылы. Ол да үлкен. Оның жаңалықтарды естіп жатсыздар. Білім саласы, ғылым саласында өткенде қатты айтылды. Осындай көп ақша қайтарымсыз кетіп жатыр. И мақсатсыз кетіп жатыр. Міне осының бәрі цифрландырудың арқасы. Тағы сұрақтарыңыз, әдемі өмірлік сұрақ қоя беріңіздер. Азия сервис қандай сертификаттар мен мәртебелерге ие болды? Қандай марапаттар бар, мадақтаулар бар? Енді сертификаттарымыз өте көп. Біз Азия сервис компаниясы қазіргі таңда IT Hub деген бізде Астанада IT Hub бар. Сол IT Hub'қа кіру үшін біріншіден андай сертификаттар аламыз. Индустриальный сертификат, одан кейін сертификат безопасности бар компанияның, сертификат качества бар. Одан кейін бізде әр маманның, әр бір направленияның мамандарында не бар? Сертификаттар. Бізде жыл сайын повышение квалификации өтеді. Жыл сайын біздің мамандарымыз неге барады? Алматы, Астанаға емтихан тапсыруға. Солардың сертификаттар как компанияның атында болады. Яғни біліктілікті көтеру үшін өз қызметкерлеріңізді жіберіп отырасыздар жаңағы. Енді сертификаттар өте көп. Мен қазір даже әрбір названияны есімде жоқ, бірақ айта алмайын. Бұл енді ол бар. Оның мемлекеттік қандай марапаттаулары бар, тағы болса айта берсеңіз. Бізде былтыр мысалы Асылов генеральный прокурор Республики Казахстан Асылов Берік Ноғаевич өз лично берді мен қолыма. Сол оны мен де көрдім. Сол жаңа айттым, 2 проект тапсырып бердік. Сол проекті біз тегін жасағамыз. 1 жыл бойы компаниямен үлес қостық біздің неге отанымызға. Ол 2 проект арқылы өте көп экономия болды негізі. Прокуратура жұмысына, үлкен. И қазіргі таңда біз тағы да 2-3 проект тегін жасап келе жатырмыз. Он тоже связан именно с мошенничеством, потому что бізде жыл сайын өте көп ақша мошенниктер арқылы олар мақсатсыз кетеді ақша. Постоянно сіздер білесіздер ғой, то что андай мошенниктер звондап, кодын сұрайды. Он қазір барлық жерде айтып отыр. Одан кейін видеозвонокпен звондайды. Вот мы боремся с такими моментами. Өте жақсы. Қандай жақсы ақпараттар. Тағы сұрақтарыңыз? Азия сервис қандай қызметтер ұсынады және олардың ерекшеліктері қандай? Қандай қызметтер ұсынады дейді? Бізде Азия сервис негізі қазір как бренд болды. Бізде 12 направлениямыз бар. Сон 12 направленияның ішінде біз
көбінесе қызмет ғана көрсетеміз да. Ол бірінші направление 1С. Одан кейін екінші направление серверное оборудование, защита баз данных, облака. Также мы неге арендаға береміз облачный систем. Также мы предоставляем, это связано немен ба? IT ғой, сұрақ. Қандай ерекшелер? Мысалы, 1С деп айтамыз ғой. 1С это как бухучет, и не только бухучет. Это все, что связано с учетом. Кімге керек, кімге пайда негізі, ол біріншіден бухгалтерге, бірінші басшыларға, кадровикам, товарно-материальным бухгалтерам. Почему? Потому что это все ведется в одной базе данных, весь учет. И он сокращает время работы в плане ведения самого учета. Плюс благодаря данному продукту можно вести учет как налоговый, как и управленческий. Ну, что, соответственно, дает правильную цифру на выходе. Это итог для первого руководителя и для бухгалтера своевременная сдача отчетов. Если говорить в целом о компании, мы предоставляем очень большой спектр услуг. Это начиная вот с бухгалтерии, заканчивая. Ну, я могу перечислить, если это нужно. Егер қызық болса, айтып өтемін, иә. Бізде сол 12 направлениямыз бар. Қызметтер түрі. Получается, начиная с 2015 года, по-моему, если не ошибаюсь, второе направление, которое мы открыли, это магазин канцелярских товаров. Сол направление бізде уже 10 жылдан астам істеп жатыр. Ол жерде бір 10 шақтай адам жұмыс істеп келе жатыр. Далее мы открыли турагентство. После турагентства мы пытались осваивать охранную службу. Служба безопасности патруль бар. Может быть, слышали даже. Служба безопасности патруль бізде 250 адамда істеп жатыр. Потом мы занимаемся также арендой офисов. Здесь есть дизайнерская студия Креатор, которая занимается производством именно наружной и внутренней рекламы. Это интерьер, экстерьер, гостиничный бизнес, ну и так далее. Также буквально недавно мы года 2 назад открыли арену, киберклуб. Я не знаю, многие, наверное, увлекаются. Слышали, может быть, даже Platinum игротека есть в городе. Кто слышал, кто нет. Это не то, что реклама, а мы занимаемся именно развитием киберспорта. Вы знаете, да, то, что сейчас официально киберспорт это стал именно вот мы проводим спортивные мероприятия. Также вас приглашаем на эти спортивные мероприятия. Көбінесе қазір жастар ойнайды. CSGO, Dota 2 ойнайды, Dota BR, одан кейін PUBG деген ойындар бар. Михаил Мирза, получается, вы финансируете, да, в целом, да, этот киберспорт? Мы финансируем, да, его, ну и в целом мы его сами открыли. И, честно сказать, это очень интересно, потому что это бизнес, біріншіден, как трезвый, во-вторых, он такой молодой. Молодежи, чем проводить время, скажем, на улице, или же раньше, вот в наше время, когда мы росли, у нас не было такой возможности. Сегодня возможность есть. Многие сегодня дети, даже в том числе и мои, они сегодня не хотят идти на спорт такой физический. Они хотят именно вот проводить время за компьютером.
И этот вид спорта, он, наверное, еще будет долгие годы оставаться. Міне, сіздердің көрдіңіздер ме, қарапайым адамзат өміріне, қоғам өміріне ақпарат технологияларды қалай енгізу, қалай пайдалану, қандай жетістіктерге жету бойынша әдемі айтып өттіңіз сұхбатты. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Болмаса енді мынау. Аха. Оларды жұмысқа орналастыру тәжірибеңізді айтып берсеңіз. Қызметкерлерді жалдау, мен бір нем бар, өзіме кезінде уәде бердім. Мен стажға қарамайым, стаж или же на опытқа қарамайым. Біз жұмысқа қабылдай береміз. Бүгінгі таңда бізде әртүрлі мамандар бар. Әр саладан. Әр саладан, и біз неге қарамаймыз дипломға. У нас есть и кто с технологическими дипломами, но работает именно в части экономики или финансов. Или финансист, он может стать бізде программистом или айтишником. Біз ондайға қатты не назар аудармаймыз. И бізге ең біріншіден желание болу. Егер адам келет, жұмыс керек болса, біз әрқашанда жұмыс орны беруге тырысамыз. Тауып беруге, я орналастыруға и өзіміздің командаға қосуға. Ал енді осы жерде бітірушілер түбі қызығып отыр ғой. Барғанда алғашқы айлық қалай болады десе, о жағынан қалай айтасыз? Бізде минимальный порогымыз бар. Біріншіден бізге кіру үшін стажировка өтеді обязательно. Бір немесе 2 апта. Ол 2 аптаның ішінде біз материал береміз адамға. Одан кейін емтихан қабылдаймыз. Емтихан, ол, честно сказать, вот тот материал, который басында беріледі, сол материал бойынша сұрақтар қойылады. Ну, сол кезде, как говорится, на лицо будет. Белгілі болады. Белгілі болады. Адамға керек па, керек емес бұл жұмыс. Егер керек болса, егер он готовился, ол бір 10 сұраққа машин жауап бере алады деп ойлаймын мен. Айлық жағынан бізде минимальный, по-моему, 250 мың теңге. Ол стажерлар алады. Ол 3 ай. 3 айдан кейін бізде тағы емтихан болады. Категория. Получается, бізде жыл сайын или квартал сайын емтихан категория қосылады. Одан кейін мен айтып отырмын ғой қазір. Повышение квалификации. Біздің мамандарымыз әрқашанда повышение квалификации барады. Немесе удален тапсырады. Егер сертификат алса, біз определенный сертификатқа надбавка болады. Біліктілігін көтерген сайын қосылып отыра береді айлығы. Но былай қарағанда біздің компаниямызда айлықтары өте жақсы. Жақсы. Ертең барлығыңыз мемлекеттік қызметкер болам дегеннің өзінде бұндай айлық бір бастама кезінде бұндай бере қоймайды. Енді қазіргі нарықпен салыстырған кезде бастапқы айлығы көңіл тұрарлық. 250 мың теңге ең төмен айлық бізде. Ал менде компаниям, енді командам өте үлкен. Как говорится, туысқандарым жоқ. Ол жерде достарым жоқ. Қазіргі таңда достарымен деген. Достарым нағыз мамандар дейсіз ғой. Иә. Мен өмірім, это мен компаниям негізі. И ол жерде бізде айлық жағынан жалып ешқашан болмаған. Потому что компания всегда өсіп жатыр, өніп келе жатыр. Команда арқылы, конечно. И мы не жалеем средства на команду. У нас своеобразный тест отбор сотрудников, потому что направлений много. Получается, в каждом направлении они узконаправленные идут. Есть ребята, которые из узконаправленного могут перерасти, скажем, в более, там, как руководитель отдела и так далее. Потому что есть возможность. Қазақстан бойынша 12 филиалымыз бар. В
каждом филиале есть директор, замдиректор, есть руководители отделов. Такая сетка у нас. Ну и, соответственно, есть понимание карьерного роста. Карьерный рост у нас на первом месте. Мы над этим думаем постоянно. Это и есть основная мотивация в целом любого специалиста. Не только финансы, не только вознаграждение, но и карьерный рост. Он обязан быть. Мы его предоставляем в компании. На сегодняшний сколько имеется штатных сотрудников? Во всей группе компаний более 600. Более 600. жаңағы филиалдың барлығында Бәрін қосқанда, иә. А получается, их вы контролируете через какой-то CRM, да, наверное? Да, CRM, которая была написана тоже непосредственно нашей компании. Мы для себя ее писали. У вас CRM собственный Да. разработки. Да. И как называется? Ну, так и назвали. Далеко не стали уходить. CRM. Азия сервис, все. жақсы тағы сұрақтарыңыз? Енді алдағы жоспарларыңызбен бөліссеңіз, тағы да жаңа идеяларыңыз бар ма? Енді идеяларым, конечно, өте көп. Те идеи, которые у нас появляются, мы их, как говорится, сразу воплощаем в жизнь. Это открывает рабочие места. Қазіргі таңда мы работаем над тем, чтобы открыть свое производство, большое, мощное производство, по производству мебели, по производству также печатной продукции. Это вот компания Креатор. Мы делаем большие инвестиции в эту компанию. Также у нас есть другие основные направления, куда мы вкладываем инвестиции, для того, чтобы бизнес мог дальше расти, для того, чтобы мы могли дальше давать вакантные места, карьерный рост компании. Без инвестиций компания, она ешқашан өспейді. Это как, знаете, если в дом, если в ребенка не вкладывать деньги, білімге, как говорится, адам өспейді ғой. Фирма, ол тура сондай. Вот мен жаңа айттым, жизненный цикл корпорации, ол кітаптың ішінде прям жазылып тұр. Жизненный цикл, адамның жизненный цикл и компанияның жизненный цикл ол бірдей. Адамда мысалда өседі, бір определенный пикқа жеткен соң, ол не дейді? Не істейді? Қартайып кетеді, дұрыс па? Фирмада тура сондай. Ол өседі, бір определенный на этапе рассвета, осы компания, вот наша компания на этапе рассвета. Ну, компания отличается тем, что этот этап можно удержать. У человека тоже, если он занимается спортом, если он имеет мало вредных привычек, соответственно, он может оставаться долго молодым. Компания тура сол. Оны былай да келтіруге болады. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Жаңа сіздің қартайғанмен ұрпағыңыз ары қарата өміріңізді алып кетеді. Компанияда да сондай. Жақсы мамандар, жас мамандар келіп жатса, компанияны ары қарата алып кете береді. Құраушыларды жаңа қойып қояды. Несін суреттерін барлығымен мына осы кісінің құраушысы, осы компанияның. Мына осы бойынша істеп жатырмыз деп. Дұрыс па? Дұрыс. Ал енді мынау сізге үлкен рахмет. Уақыт бөліп келдіңіз. Мынау қоғам өмірінен, қауырт жұмыстардың арасынан. Енді мынау студент университет қабырғасында болғаннан кейін мынау келешек ұрпаққа, мынау студенттерге қандай тілек айтар едіңіз? Қандай өсиет сөздер айтар едіңіз? Енді ең біріншіден ол білім алу. Жоғары білім, ол любой мечта любого родителя, наверное. Мен де кезінде өзім шешеме обещать еткен едім. Мен жоғары білім обязательно аламын деп. Осы мемлекет арқасынан мен сол жоғары білім алдым. Үлкен алғыс білдіремін, үлкен мың рахмет. Сіздерге де мен сол тілеймін. Обязательно кітап оқу керек, не иметь вредных привычек. Я считаю, тот, кто хочет добиться успеха в этой жизни, он должен в это верить, и он достигнет всех высот. Вам желаю быть всегда на высоте, но ораза
аймен құттықтаймын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал, сіздерге де рахмет, жақсы сұрақтар қойдыңыздар. Үлгі алатын нәрселер көп екен. Өздеріңіз сияқты студент қабырғадан өткен, қиыншылықтың бәрін көрген, қазір міне үлкен компанияны басқарып отыр, құраушысы отыр. Міне сіздерге де сондай тілейміз. Ал енді сізге, Михаил Вячеславович, келгеніңізге үлкен рахмет біздің Құдай қаласа университет қабырғасына, барлық мына көрермендер, студенттердің артынан. И істеріңізге сәттілік. Рахмет. И сендер де жақсылап бітіре беріңдер.